Сәлем құрметті достар, сіздермен Әсемнұр. Бүгін сіздермен қазақ тілін үйренуге арналған 5 қолданбамен таныстыратын боламын. Ендеше каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Қазақ тілін үйренем деушілер, тезірек үйрене қоймадым деп күйбелектенбеңіз. Абай атамыз айтқандай, ақырын жүріп анықпас, еңбегің кетпес далаға. Тек ерінбеңіз. Қазақ тілін үйренуге арналған бірінші қолданба. Сөйле. Қосымша әдеби және ауызша тілді үйрететін толыққанды курсты ұсынады. Сөйле сөздердің дұрыс айтылуын, сөйлемдердің құрылуын үйретеді. Дайын сөз тіркестерінің арқасында өз диалогыңыз бен монологтарыңызды құрып, ойыңыздағы нәрселерді жазбаша да, ауызша да жеткізе аласыз. Екінші қосымша оян. Әдеби шығармаларды оқу арқылы қазақ тілін үйретуге көмектеседі. Оян белгісіз сөздерді тікелей аударуға мүмкіндік береді. Пайдаланушылардың мәтінге өздерінің аударма параметрлерін қосу мүмкіндігі бар. Үшінші қосымша Қазақ by Example. Дәстүрлі сөйлеу кітаптарының заманауи мобильді аналогы. Қосымша тұрмыстық қазақ тілін меңгергісі келетін адамдар үшін арнайы жасалған. Ол өмірдің түрлі жағдайларын, спектрін қамтиды және тілдің негізгі ерекшеліктерімен толық таныстырады. Қазақ by Example мысалдарды үйренуге көмектеседі және прогрессіңізді бақылау үшін жеке сөздікті сақтауға мүмкіндік береді. Төртінші қосымша Қазақ App. Қолданба тілді үйренудің арнайы әзірленген әдісін қолданады. Қазақ App сөздік қорын ұлғайтумен қатар Қазақстанның қалалары мен қызықты деректер туралы, батырлар туралы айтады. Бесінші қосымша Ситуативный казахский. Қанат Тасибековтің Ситуативный казахский кітабының түпнұсқа электрондық кітабы. Кітап түрлі өмірлік аспектілер туралы айтатын тарауларға бөлінеді. Отбасы, кейіпкер, мұра, тағы да басқа. Сіздермен болған Әсемнұр. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Назарларыңызға рахмет.